Ұлтымыздың аграрлық ордасында үстіміздегі жылдың 3-4 желтоқсан күндері Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті өзінің толағай 90 жылдық мерейтойын экономиканың жаһандану жағдайында агроөнеркәсіптік кешенінің инновациялық дамуы атты 5-ші халықаралық агротехникалық саммитінің салтанатты жиынын өткізумен атап өтті. Университет тарихының сабақтас жатқан және сонымен бірге бүгінде оның ажырамас бөлігі мен мақтанышы болып табылатын біздің ардагерлеріміз құрмет пен орасан зор алғысқа лайықты. Сіздердің мына алдарыңызда ғибратты ғұмыр, керемет адамдардың өмірі, мына 13 кітап бүгін тұсаукесерін өткіземіз. 8 панельдік сессияны тегіс қамтыған биылғы саммит отырысына әлемнің әр тарабынан 54 алыс жақын шетелдерден 258 сарапшы онлайн режимде қатысты. This is your 90th anniversary and we are very proud and can share that you are part of our organization. 2 күндік панельдік және пленарлық мәжілісте Қазақстан Республикасы парламенті сенаты мен мәжілісі комитеттерінің төрағалары, министрліктер мен ведомстволардың, жергілікті атқарушы органдардың басшылары, шетелдік елшіліктер мен консулдықтардың, 15 халықаралық қауымдастықтың, 50 қоғамдық ұйым өкілдері, 180-нен астам шетелдік жетекші жоғары оқу орындарының, ғылыми зерттеу институттарының ректорлары мен басшылары, халықаралық сарапшылар, танымал тұлғалар мен көрнекті ғалымдар, ауыл кәсіпкерлері, түлектер, студенттер, магистранттар, докторанттар жүрек жарды құттықтаулары мен тілектерін жолдап, еліміздің тұңғыш аграрлық оқу орнымен тығыз байланыс орнатудағы жетістіктерін, озық тәжірибе алмасудағы орасан зор еңбектің оң нәтижелерін тілге тиек етті. Dear Professor Yespolov, dear Tetles, dear colleagues, I'm so happy to wish you an happy birthday, 19th anniversary. Жиын барысында зерделі ғалымдар мен білікті мамандардың қызу талқысына түскен ауыл шаруашылығының түрлі салаларындағы өзекті мәселелерді қаузаған мерейтой аясындағы онлайн отырыстың ажары әнмен кіре түсті. Бүгінде халықтық мерекеге айналған тұңғыш президент күнімен тұспа-тұс келген бұл саммитте елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған әуезді ән де алғаш рет осы отырыста университет қызметкерлерінің орындауында шырқалды. Самғатып көкке көтердің, алаштың асыл арманы. Ал Нұрсұлтан Назарбаев қорының қолдауымен жас ғалымдардың диалогы халықаралық форумының өтуі жас мамандардың жарқын болашаққа ұмтылыстарына айрықша серпін берді. Агроөнеркәсіп кешенінің инновациялық дамуына ықпал етуді көздеген саммит 3000-нан астам қатысушы сарапшылардың аграрлық ғылымды, білім мен өндірісті тиімді интеграциялау жолындағы ең жақсы диалог алаң болып табылмақ.